Сәлем достар, біз бүгін сіздермен сметанник пирогын жасаймыз. Пирогқа қажетті заттардың мөлшерін описанияға қалдырып кетемін. Қажетті заттар бізге қамырына май, ұн, разрыхитель, қант және жұмыртқа. Бірінші ұн мен разрыхительді жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте үлкенірек табаққа ұнымызды салып, қантымызды саламыз және сары майымызды саламыз. Май бөлме температурасында еріп тұруы қажет. Және осылай қолмен мен сияқты езіп коржқа жасайсыздар. Осылай болып шығу керек тесталарыңыз. Сосын бір жұмыртқа салып, барлығын біріктіресіздер. Міне қамырымыз осылай бірігеді. Сосын целлофанға салып, жарты сағатқа холодильникке қоясыздар. Менікі холодильникте тұрды. Мен қамырды екі бөлікке бөлдім. Біріншісін үлкен астына, екіншісін кішіректеу, енді жан жағын жасауға бірінші астын жасап аламыз. Міне мен астын жасап алдым. Енді жан жағын жасап шығамын. Осылай жасап аласыздар барлығын. Келесі кезекте салмасына 3 жұмыртқа, қаймақ және қант. Бұған да қажетті заттарды описанияда қалдырамын. Сосын жақсылап араластырамыз. Көп араластырмаңыздар, 20-30 секунд араластырасыздар. Сосын салмамызды құямыз. Салманы құйып болған соң 180 градуста 30-35 минут пісіресіздер. Әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Міне пирогымыз дайын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.